Нағыз ұбт-да келетін сұрақтардың бірі. Алдымызда мынандай сұрақ тұр. 19 ғасырдың соңы, 20 ғасырдың басында атқа мінерлердің болыстарды сайлау кезіндегі қызметі қандай мақсатқа бағытталды? Бірден түсіндірейін сіздерге, атқа мінерлер деген кім? Бұл сондай кекеме жаттардың бірі, байлар, яғни болыс болу үшін өзіне барынша көбірек дауыс жинау керек. Сол дауыс жинау үшін арнайы атқа мінерлер, арнайы адамдарды бүкіл ауылдарға жіберген болатын. Сол ауылдардан барынша көбірек дауыс жинау үшін. Соның арқасында олар атқан мінерлердің арқасында көптеген жерлерге адамдарға ақша беріп, парақорлықпен айналысып, өз орындарын сатып алып отырған адамдар да болған болатын. Осы неге келетін? Олар сонда атқа мінерлер мақсаты не болды оларды қолдануының? Ол әлеуметтік теңдік қамтамасыз етуге ме? Жоқ, әрине, байлар керісінше билікті осылай өздеріне алып отырды. Халықтың дәстүрлі билікке қайтаруға ма? Халықты дәстүрлі билікке қайтару болмайды, керісінше бұл Ресейдің билігін қолдау болды. Сосын сұлтандардың ықпалын қалпына келтіру ме? Ол да емес, көріп тұрсыздар, байлар ақшаның көмегімен, өзінің байлығының көмегімен ақырындап сұлтандардың орнын басқан болатын. Сұлтандық, хандық билік құлағаннан кейін. Ал жауабы мында болады, әрине болыстық басқарушылардың билігін нығайту болды. Болыс басшылар ақырындап өзінің байлығын қолданып, осылай сайлау кезінде атқа мінерлерді қолданған болатын. Сұрақ қызықты болса, комментарийға жазып кет өз ойларыңды, және де менің парақшама жазылуға ұмытпа, лайк басып кет.